Ассалаумағалейкум достар, Sport Master каналына қош келдің. Бүгінгі видеода мен сіздерді көргенімнен қуаныштымын. Бүгінгі видеода мен сіздерге кең ауқымды гимнастикалық жаттығуларды көрсететін боламын. Яғни үй жағдайында жасалатын гимнастикалық жаттығуларды бүгінгі видеода мен жасайтын боламын. Достар, бұл жаттығу саған 20 секунд жаттығуға 10 секунд демалысқа жұмсайтын боласың. Жаттығулар өте пайдалы, өте әсерлі, өте қиын жаттығулар. Бұл жаттығуларды үй жағдайында жасайтын боласың, міндетті түрде қайталап көр. Гимнастика жаттығуы туралы айта кетсек, гимнастика адам ағзасына жан-жақты әсер ететін, оның негізгі функциялдық процестерін күшейтетін, үйлесімді дамуына көмектесетін, көңіл күйін көтеретін арнайы іріктелген жаттығулар жүйесі. Бүгін сол жаттығуларды мен сіздерге көрсететін боламын. Бұл жаттығуды мен өзім құрап шығардым. Сіздерге пайдасы тиері сөзсіз. Маған YouTube желісінде және ВК желісінде және Instagram желісінде мына жерде тұрады. Көп сұрақтар қойылады. Аэробикалық жаттығулар туралы шығаршы, гимнастикалық жаттығулар туралы шығаршы. Міне, бұл видео дәл сізге арналған. Видеоны қосып қойып, бұл жаттығуларды менімен бірге қайталаңыз. Бұл жаттығулар сізге пайдасы тиері сөзсіз. Достар, видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайкты басып, бұл видеоны достарың бөлісіп кет. Біз 10 000 подписчикке жетуіміз керек. Ал сіз дайын болсаңыз, біз видеомызды бастаймыз. turn it up. We about to turn it up.
turn it up. Turn it. We about to turn it up. Turn it. Достар, осымен біздің видеомыз өз соңына жетті. Бұл жаттығуды мен қайталап біттім. Бұл жаттығуды саған 5 минуттық уақыт кетеді. Тек қана 5 минут үй жағдайын істейтін боласың. Бұл жаттығуды таңертең немесе кешке жасаңыздар. Күніне 1 рет немесе 2 рет жасаңыздар болады. Мысалы, таңертең 1 рет жасайсыздар, кешке 1 рет жасайсыздар. Тамаққа дейін немесе тамақ киімде жасауға болады. Бұл жаттығуды қайталап сіздер өзіңіздің денсаулықтарыңызды күшейте аласыздар. Бүгінгі видеода мен яғни сіздерге кең ауқымды гимнастикалық жаттығуларды көрсеттім. Үй жағдайында орындалатын гимнастика жаттығуларды бүгінгі видеода мен көрсетіп шықтым. Бұл жаттығуды міндетті түрде қайталайсың деген ойдамын. Егер де бұл видео сіздерге пайдасын тигізіп, ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайкты басып, бұл видеоны достарым бөлісіп кетіңіздер. Осы видео 500 лайк жиналса, мен келесі видеода үй жағдайында резинкамен дене шығаруға арналған жаттығуларды көрсететін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.